Қалада қайқа барасың, Айжамал? Қайқа барасың? Кафеге барасың, кафеге. Бұл үйде бірдеңе бар, бірақ ол адам емес. Жүзімізге әзілдеп басталған соны қорқынышқа айналды. Қызыл халат киген кім? Ол неге тек түнде көрінеді? Осы видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Сәлем, қорқынышты оқиғаларды сүйетін көрермен. Арнаға тіркеліп, қазақша контентті қолдап кет. Достар, маған 1000 подписчик жинауға көмектесіңіздер. Алда сіздерді өте қызықты, қорқынышты және сапалы видеолар күтіп тұр. Қолдау көрсетіп, каналға тіркеліп кетіңіздер. Қанат жаңа үйге көшіп келді. Бұл үйді оған әйелі Айжамал мұраға алған. Үй ескі, 2 қабатты, мансардысы бар, ауласы кең, бірақ біртүрлі тыныш, тіпті тым тыныш. Айжамал күліп, осы үйде бақытты өмір бастаймыз дейді. Бірақ Қанаттың іші біртүрлі қобалжып тұрды. Сол күні кешке Айжамалдың 2 інісі Мансар мен Ерома келді. Ол Қанатты бірден мазаққа айналдырды. Жездеміз қорқақ емес пе? Мансардыға түнде шықсаң, бонус береміз деп күлді. Қанат күліп қойды, бірақ ішінен ұнамады. Түнде ұйықтап жатқанда жоғарыдан біреу жүргендей дыбыс шықты. Қанат орнынан тұрды, Айжамал жоқ. Қанат ас үйге түсті, шам жанып тұр, терезе ашық. Сол кезде ол көрді, Айжамал қызыл халатпен арқасымен тұр. Айжамал, деді Қанат. Айжамал баяу бұрылды, бірақ оның көзі толықтай қара еді. Бұл үйден ешкім кетпейді, деді сыбырлап. Кенет жарық өшті. Қанат есін жиғанда таң атқан еді. Айжамал кәдімгідей ештеңе болмағандай жүр. Түс көрдің бе деп күлді. Мансар мен Ерома тағы келіп, жездеміз түнде қорқып шықты ма деп мазақ етті. Бірақ бұл жолы Қанат үндемеді. Қанат шындықты білгісі келді. Түнде ол мансардыға көтерілді. Есігі өзінен өзі сықырлап ашылды. Ішінде ескі айна және қабырғада жазу. Қызыл халат қарғыс. Айнаға қарағанда Қанат өз бейнесін емес Айжамалды көрді. Ол айнадан сыбырлады. Кеш қалдың. Сол сәтте артынан біреу қолын ұстады. Бұл Ерома. Жездемізді ұстап алдық деп күліп жіберді. Мансар да шықты. Қорқытып жатырмыз ғой деді. Бірақ айнадағы Айжамал әлі тұрды және ол күліп тұрды. Келесі күндері әзілдер қатырақ бола бастады. Қанаттың телефоны өзінен өзі қосылып, ішінде қорқынышты видеолар пайда болды. Жатын бөлмеде біреу жүргендей дыбыстар. Айжамал өзгерді. Кейде мейірімді, кейде мүлдем бөтен адам сияқты. Бір күні Қанат көрді. Айжамал мен оның 2 інісі жертөледе тұр. Олар бірдеңе сыбырлап жатыр. Ол сенеді. Тағы аз қалды. Қанат естіді. Сол кезде олар бірден бұрылды. Жездеміз тыңдап тұр екен, деді Мансар. Бірақ бұл жолы олардың көзінде әзіл жоқ еді. Қанат көршілерден сұрай бастады. Бір қарт әйел айтты. Бұл үйде бұрын бір келіншек тұрған, қызыл халатпен жүретін. Оның күйеуі мен туыстары азаптаған. Сосын ол жоғалып кеткен. Қанат шошып кетті. Үйге келгенде Айжамал қызыл халатпен отыр. Не білдің, деді баяу. Қанат үндемеді. Бұл үйде бәрі қайталанады, деді Айжамал. Оның даусы өзінікі емес еді. Түн. Қанат оянды. Айжамал, Мансар, Ерома үшеуі де оның жанында тұр. Бітті, деді Айжамал. Олар Қанатты Мансардыға алып шықты. Айна алдына тоқтатты. Бұл жай әзіл емес еді, деді Ерома. Біз сені құрбандыққа дайындадық, деді Мансар.
Айжамал қызыл халатты киді. Бұл қарғыс біреуге өту керек деді. Айна жарқ етті. Ішінен сол бұрынғы әйел шықты. Көздері қара, жүзі қан. Келесі сенсің деді Қанатқа. Таң атты. Үй бос. Тек бір адам тұр. Қызыл халатпен. Бұл Қанат. Ол айнаға қарап тұр. Көздері қара. Есіктен жаңа адамдар кірді. Айжамал, Мансар, Ерома келіп тұр. Жаңа жездеміз келді деді олар. Қанат баяу бұрылды және сыбырлады. Бұл үйден ешкім кетпейді. Егер видео ұнаса, арнаға тіркеліп лайк басып, өз пікіріңді қалдырып кет. Әрине, мен оқимын. Қазақша контенттің дамуына қолдауларың қажет. Жалғасын көргің келе ме? Арнаға тіркелуді ұмытпа.